Оқиға екі федералдық агенттің өлтірілуінен басталады. Көп ұзамай Кентукки штатындағы Джексон округінде қоршаған ортаның ластануын тергеп жүрген 3-ші агенттің де өлі денесі табылады. Оның көлігі орманда апатқа ұшыраған күйде табылып, денесінде 3 пышақ жарақаты болған. Алқасында сыра бөтелкесі жатқан еді. Осындай айқын белгілерге қарамастан жергілікті полиция бұл оқиғаны жай ғана қайғылы апат деп бағалайды. Өлімдер күмән тудырғандықтан ФБР шын мәнінде не болған анықтау үшін Джек Таггерді Джексон округіне жібереді. Джек ұшып келеді, негізінен 3-ші агент туралы ойлайды, себебі ол оның жақын досы болған. Әрі тергеудің қалайша сәтсіз аяқталғанын түсінуге тырысады. Келген соң ол қаланың дін қызметкерімен танысады. Ол оған жағдайдың бәрін түсіндіреді. Оның айтуынша, улы қалдықтар тастанды шахталарға төгіліп, жергілікті тұрғындар мұны біледі. Бірақ жұмыстары шахта иелеріне тәуелді болғандықтан үндемей қалады және сырттан келгендерге сенбейді. Джек бір нәрсе білгісі келсе, жасырын әрекет ету керек екенін түсінеді. Ол шіркеудің жертөлесіндегі шағын бөлмеге орналасып, өзін ерікті ағаш шебер ретінде таныстырады. Ол қала өміріне оңай сіңісіп кетеді. Жұрт үшін ол жай ғана жөндеу жүргізетін жұмысшы. Жақын маңындағы бір үйдің кіреберісін жөндеп жүріп, ол отбасының ұлы ауырып жатқан біледі. Джек осы мүмкіндікті пайдаланып, әкесімен сөйлеседі. Әкесі баланың өзенге төгілген улы химиялық қалдықтар салдарынан ауыр дертке шалдыққанын айтады. Джек бірден тексеру жүргізуге кірісіп, шахталардың маңындағы ластанған судан сынамалар алады. Алайда суды зерттеп жүргенде өзенге кіші дәрет сындырып тұрған бір баланы байқап қалады да, оны қуа жөнеледі. Сол кезде кездейсоқ жасырын марихуана алқабына тап болып, оны өсірушілердің көзіне түседі. Джек олардың бәрін әпсәтте бейтараптандырып, ешкімді қамауға қызықпай кетіп қалады. Келесі күні шіркеуде көмір өндіретін компанияның бірі өкілі Джекті байқап қалады да, оны бірден жақтырмайды. Сол түні бір топ бұзақы Джектің бөлмесіне кіріп, оны қорқыту үшін 2 сылдырмақ жыланды тастап кетеді. Джек жыландарды тірідей ұстап алып, келесі күні оларды бұзақылардың көлігіне салып қояды. Соның салдарынан олар жол апатына ұшырайды. Кейінірек дүкеннен қайтып келе жатқанда сол бұзақылар тағы да әрекет жасап, Джектің көлігіне сүйеніп отырып, одан қаладан кетуін талап етеді. Джек оларды аяусыз түрде жеңіп шығады. Шериф оны қамауға алмақ болғанда, дін қызметкері Джекті қорғап, шерифті кері шегінуге мәжбүр етеді. Келесі күні шіркеуде Джек Сарамен танысады. Ол бір кездері әкесін өлтірді деп айыпталғанымен, кінәсі дәлелденбеген жас әйел. Сондықтан қоғам оны шеттетіп жүрген еді. Дін қызметкерінің ескертуіне қарамастан, Джек онымен дос болады. Келесі күні ол Сараның үйінің кіреберісін жөндеуге көмектеседі. Бірақ оның ағасы Эрл үйге келіп, өзін өшпенді әрі қызғаншақ ұстайды. Джек кеткен соң Эрл Сараға енді Джектің бұл маңайда жүргенін қаламайтынын айтады. Я не хочу, чтобы он здесь что-нибудь чинил. Неужели? Қысқасы, мен бұл жігіттің мұнда бірдеңе жүдеп жүргенін қаламаймын дейді. Келесі күні Джек бір қарт адамды үйіне дейін жеткізіп салады. Қарт адам өзі қоршаған ортаны қорғау агенттігіне анонимді түрде хабар бергенін және бүкіл тергеудің сол арқылы басталғанын айтады. Ол Хаммер Кол компаниясының улы қалдықтарды тастанды шахтаға төгіп жатқанын, полиция мен бірнеше жергілікті тұрғынға ауыздарын жабу үшін ақша төлегенін түсіндіреді. Ол куәлік беруге дайын екенін білдіреді. Бірақ Джек оны тастап кеткен бойда қартқа бұзақылар шабуыл жасайды. Олар тек соғып кетеміз деп ойлаған еді. Кейінірек Джек оны ауыр халде тауып алып, дереу ауруханаға жеткізеді. Аурухананың сыртында жемқор шериф пен оның орынбасарлары Джектің жолын бөгеп, қалада бүлік шығарып жүрсің деп тағы да қамауға алмақ болады. Джек оларға өзін федералдық агент екенін дәлелдеуге тырысады, бірақ олар сенбейді. Джек оларды әп-сәтте қарусыздандырып, шерифтің тапаншасын өзіне қайтарып береді де, енді өзінен аулақ жүрулерін ескертеді. Хочешь этого? Хочешь?
Сол түні Джек ауылдық музыка концертіне барады. Ханнердің тәкаппар ұлы Сараны мазалай бастайды, ал Джек араша түседі. Ханнер бұл жағдайды көрсе де ұлының әрекетіне көз жұма қарап, оның орнына Джекті тергеуді тоқтатуға парамен көндірмек болады. Джек одан бас тартады да кетерінде досының өліміне қатысы бар болса, міндетті түрде жауап беретінін ескертеді. Я даже подумываю купить здесь дом. Вот так. Осыдан кейін Ханнер ұлына Джектен құтылуды бұйырады. Келесі күні Тау-Кен компаниясының жүк көлігі Джекті жолдан ығыстырып жібермек болады. Джек аман қалады. Алайда жүргізуші көлігімен бірге жардан құлап қаза табады. Осы уақытта дін қызметкері Сараның отбасы туралы шындықты ашады. Эрл Сараны зорлап жүргені әшкереленген соң, әкесімен жанжалдасып, оны өлтірген екен. Сол түні шіркеуде енді Ханнерге жұмыс істейтін Эрл жасырын кіріп, Джектің тергеуін тоқтату үшін шіркеуді өртеп жібереді. Өрт салдарынан дін қызметкері қаза табады. Көмектескендей сыңай танытып, Эрл Джекке Ханнерді әшкерелегісі келетін айтып, оны шахтаға ертіп барады. Алайда Эрл оны Ханнердің ұлымен жалдамалы қарулы адамдар дайындап қойған тұзаққа тікелей апарады. Джек лезде әрекет етіп, қанды атыс басталады. Ханнердің ұлы Джекті опырылып жатқан шахтада қамап тастамақ болады, бірақ Джек қашып шығады. Ал Эрл мен бірнеше жалдамалы адам қаза табады. Кейін жеткілікті дәлел жиналып, Сара куәлік беруге дайын болған соң, Джек ФБР-ға қоңырау шалып, Сараға қорғау жіберуді сұрайды. Алайда келген агенттердің өзі жемқор болып шығады. Джек мұны тез аңғарып, олардың соңынан қуады. Ол оларды жанармай бекетінде тығырыққа тірейді. Асхананың ішінде агенттердің бірін атып өлтіреді. Соңғысын атуға мүмкіндік болса да, оны тірі қалдырып, Ханнерге хабар апарсын деп жібереді. Өзі оның соңынан келе жатқанын ескертеді. Көп ұзамай Джек өзінің тікелей басшысының да жемқор екенін, Ханнермен ауыз жаласып жұмыс істеп жүргенін біледі. Басшысы Ханнерге тек көзбояушылық үшін ғана берілуді ұсынады. Ханнер өз еркімен берілгенде, қоршаған ортаны ластаған үшін бар жоғы жеңіл жазалады. Бірақ Джек оған кісі өлтіру айыптарынан құтыла алмайтынын ескертеді. Ақырында Джек басшысының жемқорлығын әшкерелеп, оны тұтқындайды. Кто ты такой? А ты кто такой? Ты дерьмо. Содан кейін ол Джексон округіне қайта оралып, барда Ханнердің ұлымен, оның сыбайластарымен бетпе-бет келеді. Оларды тас талқан өткен соң Ханнер кіші өзіне тағылған айыптарды алып тастау шартымен әкесіне қарсы куәлік беруге келіседі. Кейін Джек Ханнер ағаны казинодан тауып алады. Күзетшілер бөгет болмақ болғанда, Джек оларды да бейтараптандырып, бай серіктестері қоршаған үстел басында Ханнермен бетпе-бет сөйлеседі. Федералдық түрмеде оны не күтіп тұрған естіген Ханнер тапанша суырып үлгереді. Бірақ Джек оны иығынан атып тұтқынға алады. Соңында Джек Кентуккиге қайта оралып, Сарамен қайта қауышады. Осылайша бұл фильм аяқталады. Осындай драмалық оқиғаларды көбірек көргіңіз келсе, каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл каналдың дамуына үлкен көмегін тигізеді.